80 миллион теңгелік үйді ауыл мұғалімі жеңіп алды. Блогердің айтуынша, жеңімпаз болған адам билетті 3 айға бөліп төлеуге алған. Ер адамның жылағанын көріп көз жасымды ұстай алмадым. Алматыдағы 80 миллион теңге тұратын үй ауылда география пәнінің мұғалімі болып жұмыс істейтін Айдос мырза мен жұбайына бұйырды. Ойлаңыздаршы, көршісі 2000 теңге 3 айға бөліп алған. Сонымен Алматыға несие алуға барған, алайда банк несие бермеген. Енді міне, кредит бермесе де 80 миллион теңгелік үйді бұйырды. Эмоциясын айта алмаймын. Үйіңіз тағы құтты болсын, деп жазды блогер. Жеңімпаз болған жас отбасы блогерлерге алғыс айтып, құттықтап жатқан барша халыққа алғыс айтты. Қаншама отбасымызға сынақтар беріп, сынағаннан кейін Алла үйіп тігіп бере салды. Әуелі Алла, одан кейін блогер Айдос Серіковаға рахметімді айтамын. Ата-ана бауырларымыздың тілеген дұға тілектерінің арқасында баспаналы болғанымызға мың да бір шүкір. Барша тілекші болған жандарға жұғысы болсын деймін, деді жеңімпаз. Сіздермен болған жаңа жаңалықтар арнасы. Арнаға тіркеліп, жаңа жаңалықтармен таныс болыңыздар.